Батыс Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернаты. Өз оқушыларын болашақта жоғары сұранысқа ие болатын мамандықтарға мектеп қабырғасынан дайындайтын Орал қаласындағы алғашқы IT-лицей. Біздің мақсатымыз білімге ерекше дарыны бар, жоғары қабілетті, оқу мен ізденуден талмайтын оқушылардың қабілетін одан әрі шыңдау. Келер болашақта елінің дамуына жаңа серпіліс пен тың идеялары келетін азаматтар мен азаматшалар дайындау. Білім алушылар жаратылыстану, математика және информатика бағыттары бойынша тереңдетілген білім алады. 2020 жылы лицей қабырғасын аяқтаған 28 түлегіміз 100% жоғары оқу орындарына грантқа ие болды. Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері орта есеппен 121,7 баллды құрады. Қазіргі таңда олар Қазақстан мен Ресей және Еуропа елдерінің белді жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Ауыл балаларын оқуына ыңғайландырылған жайлы интернат мектеп ғимаратының 5-ші қабатында орналасқан. Қарапайым білім беру бағыттарынан басқа бағдарламалау, инженерия және робототехника, интеллектум, STEM лаборатория, 3D графикалау, медиа клаб, хореография, кукинг клаб, музыкалық студия секілді қосымша сабақтар арқылы балалардың өзіндік талантын ашу үшін барлық жағдай жасалған. Батыс Қазақстан облысындағы ең үздік IT-лицейде оқыған келсе, келесі ақпараттар сен үшін. 7-ші сыныпқа түсушілерге арналған тестілеу келесі пәндер бойынша 75 сұрақтан тұрады. Математика және логика 55 сұрақ, оқу сауаттылығы 10 сұрақ, Қазақстан тарихы 10 сұрақ. Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау ағымдағы жылдың 1 наурызынан 1 сәуіріне дейін жүргізіледі. IT-лицей, болашақтың мектебі бүгін.